Бірде достар тобы көңілді және ерекше эксперимент жасауға шешім қабылдады. Олар біреуін ауаға шығару үшін қанша гелий шарлары қажет екенін білгісі келді. Олардың идеясы оны жарыс форматында жасау болды. Тек шарларды пайдаланып, кім тезірек ауада ұша алады деп. Экспериментке Марат, Жанат, Санат және Сая қатысты. Олар көптеген шарлар мен гелий сатып алды. Сонымен қатар өз іс-шараларын өткізу үшін қауіпсіз алаңды жалға алды. Олар шарларды үрлеуге және белдіктерін бекіте бастады. Әрбір жаңа доп пен атмосфера бір уақытта көңілді және шиеленісте бола бастады. Олардың әрқайсысына шамамен 30 шар байланған кезде, олар біртіндеп жерден жоғары көтеріле бастады. Марат бірінші болып жерден шығып ауада қалықтады. Жанат пен Сая да төмен биіктікте көтерілді, бірақ тұрақтандыру үшін оларға тағы бірнеше шар қажет болды. Жанат ең ауыр қатысушы бола отырып, жер бетінде қалықтап көбірек шарлар қосты. Ақырында барлығында ұшу жеткілікті шарлар болған кезде жарыс басталды. Қатысушылар бір-бірінен 50 метр қашықтықта екі тіректің арасынан ұшуы керек еді. Көрермендер бұл көріністі қуанышпен және күлкімен тамашалады. Марат керемет жылдамдықпен ұшып бәрінен озып кетті. Бірақ кенеттен ол бірнеше мәрмәрден айырылып құлай бастады. Санат тез биіктікке көтеріліп, полюстер арасында сәтті ұшып жарыстың жеңімпазы болды. Сая мен Жанат Санатты қуып жетуге тырысты, бірақ артта қалды. Жарыстан кейін достар шөпте пикник өткізіп, күліп, өздерінің ұшу оқиғаларын талқылады. Олар әртүрлі биіктіктер мен жылдамдықтарда ұшуға тырысу үшін шарлармен алмасуды шешті. Көрермендер фотосуреттер мен бейне жазбалар түсіріп, олардың көңілділіктерін тамашалай берді. Күннің соңында күн бата бастаған кезде достар жерге оралды. Олар жұмсақ шөпке қонғанша бір шарды абайлап босатты. Шаршаған, бірақ балалар бақытты. Бұл олардың өміріндегі ең ұмытылмас және көңілді күндердің бірі болды. Бұл эксперимент достар өз араларындағы жүзеге асырған көптеген қызықты және ерекше идеялардың біріншісі болды.